Қайырлы күн, құрметті боксер қауым. Бокстан 2008, 2009, 2010, 2011 және 2012-2013 жыл туылған жасөспірімдер арасында Байменов Рашид Абдулхамидұлын еске алуға арналған облыстық ашық турниріміз 4 күнге созылған. Осымен өз мәресіне келіп жетті. Келесі кезекте марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер. Екі мың 2013 жылы туылған жасөспірімдер арасында 3-ші орынға ие болған Мұрат Жақсы ауданы, 3-ші орынға ие болған Тұрсын Қабыл Инаят Арқалық қаласы, 2-ші орынға ие болған Махамбетов Рустам Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Ерназар Имран Арқалық қаласы марапатталады. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Арқалық қалалық балалар жасөспірімдер спорт мектебінің басшысы Рысманбетов Сержан ағай. Бұл спортшылар жеңіл салмақта және жас спортшылары. Ескерілік суретке түссеңіздер рұқсат. Байменов Рашид Абдулхамидұлын еске алуға арналған облыстық ашық турнирде 30 кг салмақ дәрежесінде 3-ші орынға ие болған Зейнолла Ғалинұр Наурызым ауданы, Болат Нұрдәулет Арқалық қаласы, 2-ші орынға ие болған Ақтатыған Әділ Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Тоқтар Шыңғыс Амангелді ауданы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Баймұхамбетов Қуанышбай Наурызым ауданының бас жаттықтырушысы, аға жаттықтырушысы. Байменов Рашид Абдулхамидұлын еске алуға арналған облыстық ашық турнирде 34 кг салмақ дәрежесінде 3-ші орынға ие болған Көбек Бекнар Астана қаласы, 3-ші орынға ие болған Алиман Алдияр Астана қаласы, 2-ші орынға ие болған Сәрсенбайұлы Сағи Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Болат Қайыр Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Ақмола облысының аға жаттықтырушысы Молдағали Ерғанат.
Байбенов Рашид Абдулхамидұлын еске алуға арналған облыстық ашық турнирде 36 кг салмақ дәрежесінде 3-ші орынға ие болған Қамдыбек Мұрагер Астана қаласы, Кенжебек Мәділет Арқалық қаласы, 2-ші орынға ие болған Серишев Артем Астрахан ауданы. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Ермағанбет Нұрқали Наурызым ауданы марапатталды. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Амангелді ауданының аға жаттықтырушысы Иранов Азиз. Құрметті спортшылар, марапаттау рәсімінен кейін орталық залға құрылысы, ел балуаны, естелік болған суреттерге және арнайы сыйлықтарға табысталатын спортшыларға. Қайтадан сапқа барыңыздар. Құрметті спортшылар, басында қалай тұрыңыздар, солай сапқа тұрыңыздар. Тәртіпті бұзбаңыз, құрметті спортшылар. Келесі кезекте 38 кг салмақ дәрежесіндегі спортшылар марапатталады. 3-ші орынға ие болған Тұрғынбай Айман Арқалық, Қадырбек Бекмұхан Арқалық қаласы, 2-ші орынға ие болған Абай Бесдәуір Амангелді ауданы. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Тантай Имран Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Арқалық бала жасөспірімдер спорт мектебінің аға жаттықтырушысы Сейітмағамбетов Марат ағай. Келесі кезеңде 40 кг салмақ дәрежесіндегі спортшылар марапатталады. 3-ші орынға ие болған Қайыржан Серхан Арқалық, Ырысбай Нұрлыхан Жақсы ауданы, 2-ші орынға ие болған Абузар Әділет Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Иранбек Арсен Ақмола облысы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Станстоцкий Виталий Хима ауданының жаттықтырушысы. Right. That's it. Yeah. Келесі кезеңде 48 кг салмақ дәрежесіндегі спортшылар марапатталды. 3-ші орынға ие болған Әділбай Ерасыл Арқалық, 2-ші орынға ие болған Малик Нұртілек
арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесінде екінші орынға ие болған Қазыбек Асан арқалық қаласы. Салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Қалдыбек Бақнұр Наурызым ауданы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Байменов Рашид ағайымыздың ағасы Қуаныш аға. Келесі кезеңде 2010-2011 жылынан жасөспірімдер марапатталады. 35 кг салмақ дәрежесінде үшінші орынға ие болған Қанат Аяқанатұлы Серікбаев Ержан Жақсы ауданы. Екінші орынға ие болған Төлеубаев Мұхаммедали Астана қаласы. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Мақсұтов Әділет Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Қазақстан Республикасының спорт шебері Серікбаев Жақсы. Келесі кезеңде 37 кг салмақ дәрежесіндегі спортшылар Туркенов Айдын Амангелді ауданы, Бөлберек Дарын Арқалық қаласы. Екінші орынға ие болған Ертуған Нұрислам Ақмола облысы. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Ердарын Айдар Астана қаласы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Қанат Астана Сейітқасымұлы. Kanatnya kanan Baymen Rashid ағайымыздың бөлесі. Kırılış yoluyla salmak derecesinde sporcular marapatladı. Üçüncü yolunda ие болған sporcular Ысқақ Әмірәлі Астана Жылдыбекте Дарын Арқалық. Екінші орынға ие болған Үсен Бадәулет. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Мұхитдин Бекзат Астана қаласы марапатталады. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Есіл ауданының аға жаттықтырушысы Нұрлыхан аға.
Doktor Muhammad Al-Jazir, Syukur Mayuman, Hamza Yali, Umar Raslan, Yusuf Mayuman, Kabupaten Ibrahim, Masyarakat Desa Materi Ini, Pertama, Pasti Mira, Kapal, Kapal. Bu komandanın marapatlaydı, Jaksau'da Jaksau'da Nikolay Mağdur. Birinci Mutluluklara Famaklarındaki sporcular marapatlar, Şükrü Mayuman, Mahmut Ağlay'la, Aytay Jalebi, Ağlı Ağlı, Yusuf Mayuman, Ferik Abil Mansur, Ağlı Olması, bu Famaklarındaki Jingpaz Atak'a, Kanadiya Oman, Astana Havası, bu Famaklarındaki marapatlarının Baymen Raşid Ağay'ımızın yoldaşı dostu Aksarbay'a. Birinci Jigsaw Famaklarındaki sporcular marapatlar, Şükrü Mayuman, İlüken Yılmaz, Yislau'dan, Sarabay Adil, Jaksau'dan, Yusuf Mayuman, Borat, Yıldır, Akal Kalası, bu Famaklarındaki Jingpaz Atak'a, Jolubay Nurima, Akal Kalası, bu Famaklarındaki marapatlaydı, Astana Havası'nın Jaksau'su ve Yeleka Alexander. Alexander, Akal Kalası'nın büyüğü, onu soğuk bildiğimizde yürüyüşün Amerika'da Astana Havası'nda rakip kuruşu. Birinci liginde 28-29 olan sporcular marapatlar, 44 kg format derecesinde Şükrü Mayuman, Zikir, Galip, Astana Audаны, Aytmuхан Muhtar, Akal 70 Mayuman, Астау Булатов,
Қарақулатов Нұрислам, Ақмола облысы Қалқаманұлы Рамазан Ақтау қаласы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын ауылдың ауданының аға жаттықтырушысы Байым Мұхамбетов таныстырды. Сегізден салмақ дәрежесіндегі спортшылар марапатталды. Үшінші орынға ие болған Қалмақан Айдан Астана қаласы, Садуақас Нұрмұхамбет Ақтау қаласы. Екінші орынға ие болған Маликов Ерасыл Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған Кеңесхан Әділет Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Арқалық балалар жасөспірім спорт мектебінің аға жаттықтырушысы Сейітмағамбет Марат ағайымыз. Келесі кезеңде 60 кг салмақ дәрежесіндегі спортшылар марапатталды. Үшінші орынға ие болған Қадыр Еркебұлан Ақмола облысы, Нұрмұхамбетұлы Еділ Арқалық қаласы. Екінші орынға ие болған Алтынсарин Еркебұлан Ақмола қаласы. Бірінші орынға ие болған Өміржан Асқар Арқалық қаласы. Бұл салмақ дәрежесін марапаттайтын Баймен Рашид ағайымыздың жасын өзінің үлесі қосылатынан спорт мектебіміздің түлегі Мұхаммедуали Жандос. Бұл ағайымыздың қолына дайындалған оқушы. Құрметті көрермендер, спортшылар, қапқа кіріңіздер, шығыстан көріңіз. Мана бастапқылықта қалай көрсіңіздер, солай орындарын алғызыңыздар. Құрметті спортшылар, тәртіп сақтай орындарын алғызыңыздар. Жаттықтырушылар, балалар қайтып орындарын алуына көмектесіңіздер. Келесі кезекте бүгінгі жарысының Баймен Рашид Абдулхамидұлының еске алуға арналған бүгінгі додамызда жақсы өнер көрсеткен спортшыларға ағайындылықтың атынан арнайы сыйлықтар бар. Сол сыйлықтарды беруге, сол номинацияларды беруге рұқсат етіңіздер. Спортшылар орындарыңызға дұрыстап тұрыңыздар. Бүгінгі Баймен Рашид Абдулхамидұлын еске алуға арналған облыстық ашық турнирде үздік боксшы атанған Тастемиров Мирас марапатталды. Ақмола облысы. Бұл жігіттерді марапаттайтын Баймен Рашид Абдулхамидұлының ағасы Қуаныш ағамыз.
өзіміз отанымызда өзінің әртісін көрсеткен, әртісі боксшы атанған Абай Есдәуір Амангелдіұлы марапатталады. Бұл марапаттарды марапаттайтын Қанатбек Қанат ағамыз. Бүгінгі жарысымызда жеңіске деген жігерін көрсетіп, өзінің әртісін көрсеткен Зейнолла Ғалиев марапатталады. Алдыңғы ауданы жеңіске деген жігерін көрсетіп. Марапатталған спортшылар кетіп қалмаңыздар, қазір осы фотограф өздеріне тұрыңыздаршы астынан. Бұл фотографты марапаттайтын Баймұхамедов Патшайған алдыңғы ауданында Есіл ауданы жаттықтырушысы. Жарысымызда жеңіске деген жігерін көрсеткені үшін Ермаков Виктор марапатталады. Есіл ауданы бұл жігерді марапаттайтын Ауыл ауданы жаттықтырушысы Баймұхамедов Патшайған. Жарысымызда өзінің техникаларын көрсетіп, жақсы бокс стилін көрсеткен Рысбай Нұрға марапатталады. Жақсы ауданы, Серікші Ақбек марапатталады. Астана ауданы және Мұрат марапатталады. Тима ауданы. Бұл жігіттерді марапаттайтын Арқалық ауданы спорт кешенінің аға жаттықтырушысы Исмағамбет Марат ағай. Бүгінгі жарысымызда өзіндік үздік бокс стилін көрсеткені үшін Тантай Имран марапатталады. Тантай Имранға Байменов Рашид ағамыздың әулетінен арнайы сыйлық. Бұл жігітті марапаттайтын Байменов Рашид ағамыздың ағасы Байменов Маршал және жарысымызда өзінің жақсы бокс стилін көрсеткені үшін Сәрсенбай Отармен марапатталады. Бұл жігітті марапаттайтын Маршал құрметті спортшылар ата-аналар, осы арасында жеңіске жетіп отырған Байменов Рашид ағамыздың ағасы Байменов Қуаныш ағамыз және олардың ағайын-туыстары осы алыстан келген команда жетекшілеріне арнайы сыйлықтары бар. Осы жарысымызда ескерткіш ретінде жаттықтырушылар шақырамыз. Ауылдың ауданы жаттықтырушысы Байменов Қуанышбай ағамыз және Есіл ауданы жаттықтырушысы Нұрлыхан ағамыз және Жақсы ауданы жаттықтырушысы Тима ауданы жаттықтырушылары марапатталады. Және Астрахан ауданы жаттықтырушысы Амангелді ауданы жаттықтырушысы Ақмола облысының жаттықтырушысы және Астана қаласының жаттықтырушылары марапатталады.
Жасик шықсай. Жасик шықсай. Ей. Құрметті көрермендер, құрметті ата-аналар, осы жарысымызда жақсы бокс стилін көрсетіп, өзіндік ерекшелігімен көзге түскен Астана қаласының спортшысы Елдар Айдар марапатталды. Бұл спортшыға Байменов Рашид ағамыздың әулетінен арнайы төленеді. Бұл жігітті марапаттайтын Қуаныш ағамыз, Байменов Рашид ағамыздың ағасы. Құрметті спорт жарысында бапкер ұстаздар, жасөспірім боксшылар, сендерге осы приз берердің алдында шын жүректен, шын көңілден, әулетімізден өз атымнан көп рахмет айтқым келеді. Інім матық болғанда шықтым, еңбегін бағалап, сыйлап осындай турнир өтті атқаруларына. Әрқашанда қазақтың намысын, қазақтың туын биіктен көрсетіңдер. Ол еңбек жасаңдар, сабырлы болыңдар, сонда үлкен жетістікке жетесіңдер. Сәттілік тілеймін сіздерге. Көп рахмет. Дәл осы ағамыздың атынан осы жарыста жақсы спорт бокс стилін көрсеткен үшін Болат Байы марапатталды. Арнайы спорт инженері. Құрметті марапатталған жігіттер, орталықтар, құрметті бокскер қауым, көрермендер, барлығымызға белгілі жарысымыздың ашылу салтанатында айтқан болатынбыз. Алматы қаласында өткен 2010-2011 жылы туылған жасөспірімдер арасында Қостанай командасы сапында өнер көрсеткен Арқалық спорт мектебінің оқушысы Рақымжан Юнус үшінші орын алған болатын. Қазақстан Республикасы чемпионатында 40 кг салмақ дәрежесінде үшінші орын алған үшін Рақымжан Юнусты арнайы марапаттаймыз. Ағамыз осы ел қауымына алдағы еңбектерін бағалап, спорт инженері арнайы осы Байменов Рашид ағайымыздан естелік. Құрметті бокскер қауым, ата-аналар, бокс жанашырлары, барлықтарыңызға рахмет. Осылай жарысымыздың өтуіне өзіндік үлестеріңізді қосып, жас спортшыларға қолдау білдіріп жатқандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Осымен Байменов Рашид Абдулхамидұлын еске алуға арналған 4 күндік жарысымыз өз мәресіне жетті. Келіп көрермен болып қолдау көрсеткендеріңізге рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті спортшылар,